Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның 30-шы күніне арналған ас мәзірін ұсынамыз. Бүгін бізде ет асамыз. Енді бізге қажетті ет, менде тұздалған еттер. Сонда да терең ыдысқа су құйып, оған тұз саламын, салқын су құямын. Жіліктің еті бір жеуге жететін алып қана жасаймын, сондықтан аз мөлшерде жасаймын. Жуып алғанмын алдын ала. Етті басып тұратындай етіп су құямын. Еттің көбігі жақсы шығу үшін, әрі дәмді болу үшін мен бір пиязды сорпаға салып жіберемін. 300-350 мл суға 5-тен 1 ас қасық алып тұрмын. Қазір жарты шай қасықтан кішкене аз тұз қосып, және бір жұмыртқа салып, араластырып, салқын сумен 700-800 грамм ұнды илеп, қамыр бастырып қоямыз. Тұзы көп болып кетпеу керек. Тұзы көп болып кететін болса, жаятын кезде кебіртіктеніп, кеуіп дұрыс жайылмайды. Сондықтан тұзын аз қоссаңыздар да көп қосып жібермеңіздер. Әрі қарай қолмен илеймін. Осындай аса жұмсақ та емес, қатты да емес қамыр илеп, қақпағын жауып немесе полиэтиленді қалтаға салып қоямыз. Етіміз қайнап жатыр. Және көбігі бетіне дейін тарқағанша біз оған қарамадық. Көбігін тазартып аламыз. Қақпағын жауып, 1,5-2 сағаттай піскенше ақырын отта қайнатамыз. Ол қайнап жатқан кезде мұндағы қамырымызды жайып аламын. Біз әбден пісті. Оны сорпадан шығарып сүзіп аламыз. Етін сүзіп алғаннан кейін сорпаны қайната береміз. Және қайнап жатқан сорпаның бетінен алып, бір пиязды турап, тұздық дайындаймыз. Пияз қосылған сорпаны қайнатуға қоямыз. Бір бұрқ еткізіп, пешін өшіре қоямыз. Қайнап жатқан суға қамырымызды салып аламыз. Осылай көтерілгеннен кейін айналдырып жіберіп, 2 минут қайнатып, тәрелкемізге салып аламыз. Сондай-ақ қамырды салып болғаннан кейін пияздың бетіндегі сорпасын алып, майлы жері болса тіпті жақсы, құйып жіберіп, қозғап жібереміз. Дәмді бола түседі. Етті салып болғаннан кейін бетіне тұздығымызды құямыз. Алдарский бар екен, Етіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар.